26 шілде күні Нью-Йорктегі әйгілі Мэдисон Сквер Гарден алаңында жерлесіміз бокстан әлем чемпионы Геннадий Головкин жекпе-жекке шығады. Бұл жолы оның қарсыласы австралиялық Дэниел Гилл болмақ. Кездесу қарсаңында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Геннадийге жеңіс тілейтінін білдіріп, ізгі тілегін жеделхат арқылы жолдады. Бүгінде орта салмақтағы бокстан әлем чемпионы Геннадий Головкин журналистермен кездесулер өткізіп, жарысқа тас түйін әзір екендігін айтуда. Ақштағы тілшіміз Майра Қабиева хабарлағандай, бүгін Нью-Йоркте өткен баспасөз мәслихатында Геннадий жекпе-жек оңайға түспейтінін айтқан. Спортшының айтуынша, 2 мәрте әлем чемпионы атанған Дэниел Гилл өте мықты қарсылас. Геннадий Головкинге елбасының жолдаған жеделхатын қазақстандық дипломаттар тапсырды. Онда қазақстандықтар сеніммен бірге деп жазылған. Я очень рад, я очень благодарен главе нашего государства Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Мен өте қуаныштымын. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа маған қолдау көрсеткен үшін дән ризамын. Бұл мен үшін үлкен мәртебе. Өз жерлестерімнің де қолдау танытқандарына қуаныштымын. Жарысқа әзірлік жақсы жүріп жатыр. Аяқталуға жақын 2-3 күн қалды. Бәріміз бәсекені күтіп отырмыз. Көңіл күйім тамаша. Барлығы ешбір кедергісіз ойдағыдай өтуде. Мен осыған қуанамын және өз командама разымын. Бәріне денсаулық тілеймін. Боксты қарап, бокс жанкүйері болыңыздар. Әрбір жекпе-жекті қалт жіберіп алмаңыздар. Айта кетсек, Геннадий Головкин ертең Нью-Йоркте екінші баспасөз мәслихатын өткізеді. Мәслихатқа оның қарсыласы Дэниел Гилл де қатысады. Спортшылардың біздің арнаға арнайы сұхбат беруде жоспарланған.